Сәлем достар, бүгін біз сіздерге сәттіліктің арқасында аман қалған адамдар туралы көрсететін боламыз. Сіздермен бірге Казак Топ арнасы. Видео ұнаса каналға лайк басып тіркеле кетейік. Бірінші видеомызда бұл журналист жолға сонша жақын тұрған соншалықты оны автобус қағып кете жаздайды. Мына жұмысшы темірді алам деп жатқан кезде басына ауыр темір құлап кете жаздайды. Альпинистердің өмірі әртүрлі қауіп қатерлерге толы болып келеді. Мына жүргізуші қатты жылдамдықпен келе жатып, алдындағы машинаға соғылып қала жаздайды. Профессионал болғандықтан аман қалады. Мына мотоциклист алдындағы ағашты көрмей, ағашқа соғылып қалады. Қызығы, мына бір өлімнен тірі қалған адам еш саспай телефонмен сөйлесуін жалғастырады. Мына адамға келе жатқан кезде басына дәу әйнек құлап кетеді. Кішкене әйнек бері құлаған кезде адам қазір өліп кететін еді. Бұл адамға жүріп келе жатқан кезде қатты скороспен кеп дөңгелек келеді. Мына футболшы футбол алаңынан тас тауып алдым деп оны шетіне қарай лақтырайын десе, ол жарылғыш бомба болып шығады. Кішкене кешіккенде бомба қолында жарылып кететін еді. Мына адам екі өлімнен аман қалды десе де болады. Ол өзіне қарай келе жатқан екі мәшинеге де соғылып қала жаздайды. Бұл адам бірнеше минут кешіккенде қазір өмірмен қоштасатын еді. Мына видеода көргендеріңіздей аспаннан ағаш қатты құлап түседі. Бұл велосипедші өзінің сәттілігінің арқасында машинаға тапталмай аман қалады. Мына видеода көргендеріңіздей үй ақырындап құлап келе жатыр. Мына адамдар оны көріп, машиналарды шетке қарай шығып тоқтата бастайды. Бірнеше секундтан кейін үй ақырындап жылжып құлап кетеді. Бұны көрген адамдар басқа жүргізушілердің де өмірін сақтап қалады. Видео ұнаса каналға лайк басып тіркеле кетейік. Сіздермен бірге болған Казак Топ арнасы. Келесі видео кездескенше.